Сәлеметсіздер ме? Номері 1 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 4-ші А сынып оқушысы Аяжан және мен оның анасы Ботагөз. Ұлттық тамақ ұлт қазынасы тақырыбында қазақтың ұмыт болып бара жатырған тағамдарын насихаттау, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрмені бірге жасайтын боламыз. Қарын бүрмені жасау үшін ең алғашқысы керегі жылқының қарыны және ет, көкөністер мен дәмдеуіштер керек. Енді мен бұл жерде жылқының етін алып отырмын. Бұл жеңілдетіп тұздалған. Осы етті қазір көкөністерді қоса отырып бірге дәмдеуіштермен дайындап аламыз. Содан кейін қарынның ішіне салатын боламыз. Аяжан, сен маған қазір көмектесесің. Мына жерде берілген көкөністердің турап, маған көмектесесің. Сәбізді ортасынан бөліп. Мен мына жерде етті дайындап берейін. Бұл жерде кез келген малдың еті салына береді. Қой болсын, түйе, немесе сиыр, қолда қандай етіңіз бар, соны салуыңызға болады. Енді бұл жерге барлық көкөністерді саламыз. Мұнда саламыз. Шама келгенше ірі қылып салғанда дұрыс. Көкөністер себебі бірнеше сағат отта қайнайды. Енді Аяжан барлық дәмдеуіштерді араластырып сеуіп шығамыз. Сен де сеуіп маған көмектес. Жақсы араластырамыз. Бір-біріне сіңгені жақсы дәмдеуіштерді. Енді етке жалпы тұз сіңіп тұр. Дайын болған еттерімізді қарынның ішіне саламыз. Аяжан еттерін басып сала бер. Көкөністерде араластырып, әр жеріне салайық. Енді барлығын салғаннан кейін қазір жіппен тігеміз. Біздің қарын бүрмеміз дайын, ауызын бітті. Енді бұны ыдысымызға салып, үстіне қазір мұздай су құйып, 3-4 сағатта пісіреміз. Біздің қарын бүрмеміз дайын болды. 4 сағаттан аса уақытта қайнап, пісті. Қарын бүрмені жалпы өзінде осылай ұсынуға болады, немесе астына жайма салып, көпшілік қонақтарға да ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет дәммен жасалатын нағыз керемет тағамның бір түрі.